Моти дайындау үшін, оказывается, блендер керек екен. Менің үйімде блендер жоқ, поэтому қазір бірінші очередь барып маған блендер сатып аламыз. Кухонный, потом рецепт бойынша керек заттардың барлығын супермаркеттен алып келетін болам. Бірге болыңыздар, обещаю, на видео қызық болады, потому что Мотиді бірінші рет айда көрейін деп жатырмын. Мотиға керек заттар, яғни рецепт: рисовая, клейкая мука, творожный сыр, шекер, қант, сүт, крахмал, сұйық сгущенное молоко. Одан кейін енді по желанию краситель, жеміс-жидектер и шоколад болса болады. Моти дайындау үшін обязательно миксер алу керек. Мен үйімде миксер жоқ, соны қазір бірінші очередь барып сатып алайын деп жатырмын. И вот Мегаға келіп, именно Технодомнан осындай миксер тауып алдым. Мынаның бағасы 6000 теңге, представляете? Енді ары қарай бізге Мотиға керек заттардың барлығын алу керек, яғни рецепт бойынша. Мына жерде менің көңіл күйім түсіп кетті, потому что Рисовая, клейкая мука жоқ екен мына жерде. Таппай жатырмын. Только обычный ондар. Мука из кукурузы. Рисовая мука деген бар, бірақ клейкий емес. Маған именно клейкая рисовая мука керек. рисовая, клейкая мука тапқан жоқпын и краситель тапқан жоқпын. Зато басқа керек заттардың бәрін алдым, яғни сүт, творожный сыр, анау-мынау деген секілді. Мегада жүргеніме 2 сағат болды. Осы уақытқа шейін менің уже қарным ашып кетті. По идее, мен бүгін Моти істеймін деп ойлаған болатынмын, бірақ уже кеш болып кетті. Еще мына видео рецепт емес, вообще влог болып кетті. Но до конца көріңіздер, Моти обязательно болады аяқ жағында. Но Мотиді ертең істейін деп шештім, а пока что тамақтанып алайын. Бастайын деп жатырмын, достарым. Мінекей керек заттардың барлығы менің алдымда. Құдай қаласа, Моти менде күшті болып шығады деген ойдамын. Сіздер де қолдап қойсаңыздар болады мені. Так, поехали. Если что, алдыңғы жолы 14 ақпан болған. Сол кезде маған мына гүлдерді сыйлаған болатын, бірақ бұл гүлдер уже солып қалды. Так что назар аудармай қойыңдар, тұра берсін. Енді тастауға жалып, енді сыйлық болғаннан кейін сразу тастай салмайсың ғой, дұрыс па? Так, енді бастаймыз. Ең алдымен маған 90 грамм су и 90 грамм сүт керек. Менде грамм өлшейтін мынандай зат бар. Алдыңғы жолы сатып алған болатын. Мінекей. Бай, 108 болып кетті. Ішіне кішкене суды алу керек. Грамм суды аламыз дағыны. Ойбай, десеге. Ойбай, алынсайш. Бір қолымда камера, бір қолым. Ой, алынбай жатыр мынау. Поехали. Бісміллә. 90 грамм тоже. Так, 35, 53. Міне, енді 90 грамм болды. Ну, почти 90 грамм. 88. Ничего бола береді. Бісміллә. Қант 35 грамм. 27. 35 беді, 30 беді. Ұмыт қалдым. 35 беді. Қазір тоқтай тұрыңдар, рецептен бір қарап жүрейін. Все. 35 грамм екен. 32. Так, қостым. Достар, мені қатты сөкпеңіздер, потому что, фон немене валяна солып қалған гүлдер, ё-моё. Все. Короче, мені қатты сөкпеңіздер, потому что Моти дегеннің өзім бірінші рет жасап жатырмын. Мен білмеймін, шыға ма, шықпай ма, оны қазір мен өзім сіздермен бірге білетін болам. Мен қолына келе ма, келмей ма. Істейміз, мынаның ішінде су, сүт, қант үшеуін араластырамыз жақсылап. Менде араластыратын зат бар, мінекей. Бүйтіп араластырамыз. Әдемі болды. Араластырамыз. Все. Енді крем сияқты кетті. Қасында сүт не болып кетті. Сүт кәдімгіден крем сияқты кетті. Мен қараңдар мынандай. Мәсән, прикольно. Ары қарай краситель қосасың деген, бірақ мен краситель алып үлгермедім. Мен жаздым көп нелерге, интернет-магазиндерге жаздым. Краситель бар ма деп маған айтты. Краситель сатпаймыз деп, поэтому менің Мотим красительсіз болады, ешқандай бояғыштарсыз. Ең маңыздысы енді бұл жерде клейкая мука. Кеше естеріңізде болса, мен клейкая мука таппаған болатын. Соны бүгін мен интернет-магазиннен заказ бердім. Яғни бұл менде тайский рисовая мука, точнее, клейкая рисовая мука. Ну, в общем, короче, түсініңдер ғой, специальный Мотиға арналған он, короче, қазақша айтқанда ше, специальный Мотиға арналған он. Асының 160 граммы бізге керек. Так, не істейміз, бұның 160 граммы бізге керек. Мен камераны жақындатып қойайын, бері келіңдер. Сендерді бірге алып жүрейін өзіммен бірге. Так, бісміллә! 160 грамм рисовая мука, ребятушки. Так, ойбай, не болды хералы граммасында. Ёшкен! 0 грамм дейініз, шынды ма? Бүйтіп. Істемей қалды ғой? Чуа? 21. Ойбай, көп қосу керек бой не? Үстіне қосамыз. Кетті.
Так, жақсылап араластырамыз, короче, бүйтіп араластырамыз. Шығып жатыр, қараңдар, негізі өте әдемі шығып жатыр, құдайға шүкір енді. Негізі менің қолымнан келеді, по идее, мен қолымнан бәрі келеді, просто мен өзім еріншек адаммын да ше. Негізі мен бір нәрсені бастасам, негізі күшті істеймін, негізі бар ғой ше. Қолым ауырып кетті. Жаңағы сұйықтықты, яғни қамырдың бетін осылай жауып қойдым. По идее, духовка 5 минутқа салып қоюға болады. Либо кімде микроволновка бар, микроволновкаға 2 минутқа салып қоюға болады. Короче, қараңыздар. Микроволновкадан шықты. Енді осы қамырды алып араластырамыз. Мінекей, қарасаңдаршы, міне көрініп тұр ма? Міне қараңдар, менде осындай қамыр пайда болды. Енді осыны араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Мен де білмеймін, сұйық сияқты отыр ғой. Мен қамырым ешкім сұйық болып кеткен сияқты. Неге? Жаңа рецепті сұйық емес еді ғой. Кезек бізде крем, неге крем, творожный сыр алу керек. Творожный сыр 200 грамм болу керек. 200 грамм. В общем, короче, мен андай творожный сырдың бәрін сала салдым. Мен мына жақта 220 деген, осының бәрін мына жаққа сала салдым. Yok кетті, тұр ғой. Шықты, ребятки, қараңдар. Вау, қамыр кәдімгідей жабысқақ болып шықты, қараңдар, достар. Наңғыраңдар. Ух ты, ребятушки, я смогла. Вау. Осындай қамыр шығу керек мотиға. Міне шықты менде. Келесі кезекте бұл кремге мен творожный сыр алдым и сгущенка тоже білмеймін, енді қанша грамм екенін точно ұмытып қалдым, но барлығын по грамму істедім, яғни рецептке қарап. Мен дейтін миксерді вообще ұстап көрмеген ғой, вообще миксер дегенді вообще өмірімде қолданып көрмеген, қазір бірінші рет қолданайын деп жатырмын, кішкене қорқып тұрмын, бәрін қиратып алмайын ба деп қазір көреміз енді. Ойбай! Все, миксер қолданайын деп жатырмын, ребятушки! Ребятушки, получается! Сейчас попробуем. Дамдыгойно, ребятушки, я вам клянусь, это очень вкусно, капец, мен істедім, а? Ребятушки, это просто вкусно! Айттым мен, если мен бір нәрсе істейтін болсам, если мен шынымен бір нәрсе қаласам, мен реально істей аламын, мен қолымнан келеді деп айттым ғой, мен не бұл? Мақұл, кремді істедік, енді ең маңыздысы бұл қамыр илеу. Сендер білесіңдер, мені бұрыннан көріп жүргендер біледі, что қамыр жаюмен менде реально проблема, потому что мен қамыр жай алмаймын. Так, все, мен қамыр мінекей. Қамыр вообще жұмсақ, білмеймін енді. Неге ұқсайды деп айтсам болады енді, короче, бір нәрсеге ұқсайды да. Жұмсақ, прям құдай, қамырды қарашы, құдай, жаным, не дейін сүйкімді қамырды жасап көрмеген. Құдай, тура бір бөпе сияқты ғой. Негізі моти істеймін деп мен өзім шығарған жоқпын. Менің подписчиктерім айтты, мен инстаграмда опрос істедім, не істейміз деп. Сол кезде көп адамдар жазды моти, самса, лагман деп сөйтіп. Тағы да бір опрос істейміз, енді не істейміз дедім да, самса ма, лагман ба, моти ма деп. Сол кезде көп адамдар мотиға осындай жауап жазды, моти істейіңіз деп. Сосы подписчиктердің айтқан істеп жатырмын. Қысып жатыр ғой, қамырым столға жабысып қапты, ребятушки, что делать? Жаңағы бөліп қойған қамырлардың бәрінен мынандай домалақ шарик істеп қоямыз. Барлығын бөліп, где-то бір 8-9 шақты бөлік шығады шығар менде. Так, міне біріншісі дайын, қараңдар, әдемі тұрып. Крахмалға аунатып, мынандай домалақ шариктер істеп қоямыз, бүйтіп. Мінекей достар, менде осындай кішкентай шариктер пайда болды. Енді формалары әртүрлі. Енді бірінші рет істеп жатырмын, білмеймін, поэтому қараңдар осындай күшті. Прям енді мынаның ішіне начинка саламыз, и все, моти дайын. Идея өте, шаш, ничего страшного. Кетіп жатырмын, достар. Болды, қазір ішіне начинка салам, жабыстырам шеттеріне, все. Мынау не деген крем, ребятушки. Көптеу салуға болады негізі. Мынандай клубника бар, кеше алған болатынмын. И такой момент, начинка ас сияқты, мне кажется. Ой, кішкене формасы біртүрлі болып тұр енді, ничего страшного енді. Вау, ребятушки, это просто классно. Кішкене не қосып жіберейін, крахмал қосып жіберейін. Мен моти осындай болды. Дәмі күшті деген ойдамын, неге жабысып қала береді,
ашылып жатыр. Өте дәм, тура андай ресторандағы сияқты. Өте дәмді, ребятушки, я вам клянусь. Очень вкусно. Негізі басында қорқан едім, то что моти шықпай қалама деп, өйткені мен тиктокта көп қыздардың видеоларын көргенмін, солар айтады бірінші кезден ешкімде шықпайды деп, бірақ менде құдайға шүкір бірінші кезден барлығы күшті шықты. Енді краситель болған кезде вообще күшті қатып кететін еді, ал менде просто аппақ болып қалды, но дәмі, жаңағыда пропорция барлығы идеальный, менің өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген үміттемін, жандарым. Сол поэтому сол осы каналға подписаться етсеңіздер болады, жақында еще бір қызықты видеолар салып отырамын. Все, жандарым, сол, всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.